Hello guys, welcome to my channel. Бүгін біз сіздермен бірге біздің алғашқы плейлистімізді бастайтын боламыз. Бұл плейлист абсолютно тегін болады, яғни нөлден бастап белгілі уровеньге дейін оқыта беретін боламын. Смотря уақытымның қалай болғанына байланысты. Так как я в декрете и как смогу успеть, так и постараюсь сіздерге прям тегін білім беруге. Бірінші біздің сабағымыз бұл ағылшын тілін оқудың мақсаты, целі, не үшін оқу керек, не үшін керек, бұл обязательно маңызды. Без целей, біз нақты бір цель қоймасақ, оған достигать етудің да смысл жоқ. Немесе, мен білмеймін, сіздерде цель әртүрлі мүмкін. Жұмыс бойынша, ұнайтын жерлерге бару, путешествовать, оқуға түсу, просто нравится английский, востребованный, фильм көргіңіз келеді, много. Ағылшын тілі білудің плюстарын, самое главное, цель жазасыздар. Кейін плюстары, ағылшын тілі плюстары өте көп. Жұмыста зарплата көтересіз, жақсы оқу орынға түсу, грант, стипендия бар, повышение. Ағылшын тілінде намного информации, чем на русском, на казахском интернете. Это 3 есе 4 есе много информации вы будете получать. Көп елдер ағылшын тілінде сөйлей алады, будете путешествовать, будете видео снимать. Если вы изучите английский, вы можете даже преподавать английский, понимаете? Қазір мұғалім болып, универ, академия колледж бітіріп керек емес. Вы можете просто IELTS, квал, TOEFL тапсырып, все, сіз уже мұғалімсіз. Дальше, сіз даже определенный уровень білсеңіздер де, балаларды оқыта берсеңіздер болады. Вот огромный плюс. Келесі, сіз ағылшын тілін жақсы білсеңіздер, Америкада можете қазақ тілін үйретуге, есть такие, орыс тілін үйретуге, орысша білетіндер можете Америкада орыс тілін үйретуге. Так как русский язык тоже популярный тілдердің қатарына кіреді. Өте көп возможностьтар. Ағылшын тілін, бір тілдің грамматикасын үйренген соң, келесі тілдерді үйрену уже оңай болады. Ағылшын тілі, мысалы, неміс тілі ұқсайды, неміс тілін уже оқу оңай болады. И дальше по цепочке кете береді. Возможностей много, очень много, очень, прям много. Тур фирмалар, білмеймін. Қазір екінің бірі ағылшын тілімен прям связано. Вот. И ағылшын тілі такой уверенность дает, білмеймін. Английский до и после өзгертеді бәрін. И даже мышление тоже өзгереді. Ну, әркімге әртүрлі. Но сіздің целіңіз очень яркий, реально болу керек та шын. И сосын мотивация емес, дисциплина болу керек. Всегда, везде, бүкіл жерде. Мотивация жаман демеймін, просто мотивация бәрі біледі ғой қазір, то, что она быстро поднимается, потом снижается. Ну, нестабильно. То, что стабильно, всегда результат бар. Сосын ағылшын тілін оқыған кезде не нужно прям зубрить етіп правилалармен бір кітапты алып, неті бұрын ғана 90-шы жылдардың, 2000-шы жылдардың кітабын алып зубрить етіп. Это очень долгий процесс. Сосын қазір ағылшын тілі өшіп қысқа. Вообще емес, өзгерген. Мысалы, қараңыздар. Менде ән тапсырған кезде мен мынандай штучка сатып алғанмын. Алдында шәкәрім или апасының несі тұрды. И мұнда қарасаңыздар, артында зиюс. Мынау типа американдықтардан қолданатын сөздері, но имейте в виду, оларда да тілдер сөздер көңіледі, и оларда да новый сөздер всегда қосылады. И то, что сіздер бұрынғы нәрсені оқыған, возможно, они даже их сейчас не используют. Сондай нәрсе бар. Есть кейбір ережелер қазір қолданылмайтын, поэтому старайтесь, қазір же много интернеттен оқуға, именно Skyeng бар, EnglishDom бар, Lingual бар. Олар басының грамматикаға ссылается, ну, постарайтесь игры ойнауға. Игры. Почему игры? Потому что играми интересно, и уақыт қалай өтіп кеткенін білмейсіз, и сізді реально ойындар өсіреді. То есть ойнап жатқанда сразу ответін білесің, келесіде уже ана ответ андай болды, все деп, мы уже включиться на следующий нелерде уже бұттайсыз, мына жерде жаңа дұрыс емес болды, сразу ответін білдім. Все, бір қатемен сіз от начала до конца аяқтамайсыз да, сіз же ойын ортасында білесіз, мына қате екенін, и ойынның соңына қарай уже сіз грамматиканы түсіне аласыз. Ойын намного эффективнее, чем грамматиканы дәптерлерге жазғаннан көрі. Ойын это вообще идеально. В любой момент, автобуста, таксида, просто включаете, ойнайсыз, все. Вы одновременно играете, логика дамиды, ағылшын изучаете. Это очень просто. Дальше.
приложения, которые ағылшын тілімен айтып спикерлермен сөйлесетін өте көп. Есть те приложения, которые в основном минусы сидят, можете от этого и начинать. Но я не советую, если сіз прям beginner уровень школы бітіргенде my name is, I'm how old are you деген нәрселер ғана білсеңіз, не советую. Это имеется тем, которые определенно базовый орындары бар, past simple, present simple и future simple біліп қолданып сөздерді сөйлей алатындарға эффективнее. Вот, шындығына келген кезде. И дальше сіздер уже приложениені қолданып үйреніп аласыздар. Келесі, бигинерлерге арналған мультфильмдер, фильмдер смотрите. Не субтитр орысша қоспаңыздар, это вообще ешқандай результат жоқ. Субтитр алып тастайсыздар, ағылшынша қоясыздар. Не знаю, посуду моете, уборку делаете, бала қарайсыздар, просто поставьте любой нәрсе. Мы все равно видеодағы сөздерді оно будет повторять. И когда повторяет мы, вы не заметите этого, но когда сіздер кітаптан памятім бітіп жатыр суткада, времени вообще нету удалять. Так вот, видео ағылшын тіліне қойған кезде сіздер оны бәрібір тыңдап жүргенде миыңыз қайталайды. И сосын сіздер оны дәптерде заданиеде сол сөзді көрген кезде сізге намного легче болады соны жаттап алуға. Просто легче болады. Как будто сіз оны бір жерде естідіңіз, что-то знакомое, и все, жаттап аласыздар. Сосын бигинерден басқа жоғары уровендерге сіздер интервью көріңіздер, прям селебрити интервьюлары, басқа да интервьюларды бәрін тыңдаңыздар. Білмеймін, немен қызығасыздар. Мен мысалы көбіне ислам дініне қызығамын, и поэтому Закир Наик басқа діндерді ағылшын тілінде тыңдауға тырысамын. И сөздер көп қайталанатын сөздер мен есімде қалады. Уже мен біраздан кейін 50 видеодан кейін мен уже түсініп бастаймын. Кстати, 50 видео көре берсеңіздер сіздер уже түсініп бастайсыздар. Басында түсінбейсіздер, но пройдите челлендж 50 видео көріп шығу. 50 видеоны не так просто бүйтіп қосып, басқа не, реально послушайте, и это поможет. Сіз бәрібір түсініп бастайсыз. Как и ребенок же тоже рождается, но он начинает понимать. Вот та же самое сіздермен болады. Егер сіздер ағылшын тілі мұғалімі болсаңыздар, колледж, универ бітірсеңіздер, но при этом сізде грамматикамен проблема, өзіңізге сенімсіз болсаңыздар, ничего страшного. Это нормально. Даже мен 7 жыл ағылшын тілін оқып жүрген, до сих пор қателесемін, до сих пор шатасамын. И имейте в виду то, что Америкада вот реально чисто бүкіл грамматиканы білетін адамдар аз. Олар даже өзінде 12 шақ екенін білмейді ағылшындықтан өздері. Present perfect деген вообще не разбирается. Ол не, все, олар білмейді. Олар просто солай туылды, сөйледі, и сөйлей біледі, и все. Болды. Ничего сложного нету. Не надо өздеріңізді прям винить етуге. Начните с того, то, что, я не знаю, төбеден бастап видео түсіріңіздер. Хишейт туралы немене екенін түсіріңіздер. Сол мелочный нәрселерден бастай беріңіздер. Даже сандарды, там ағылшыншамен осы саналады, түсіріңіздер. Проявляйте себя. Это хорошо. Сіз будете расти. В то же числе, я тоже недавно начала, но я вижу результат, то, что я хочу уже снимать чисто на английском. Вот. Постепенно болады нәрсе. Это нормально. Өзіңіз түсірмесеңіздер, не знаю, монтажбен, дәптер, тетрадь, тиктокқа шығыңыздар, стрим. Это хорошо. Не білесіздер, соны жұртқа үйретеріңіздер, потому что всегда сіздерден төмен адам болады, который енді бастап жатқан. Вот. И имейте в виду, сіз можете за краткий срок сделать хорошие результаты. И используйте слова. Келесі, жаттаған сөздерді используйте. Не так, что, допустим, бук так. Нет. Sentence, сөйлем құраңыздар. For example, this is book a blog. My favorite book, it's about, там, не знаю, something. Sorry. Используйте слова. Жаңа сөздер жаттайсыздар, используйте. Келесі. Переводчик жаман нәрсе емес. Переводчикті қолданыңыздар. Эссе жазасыздар ма, переводчикті дословно бір сөзден каждый раз қолданып жаза беріңіздер. Будет прогресс, достар, бәрін қолданыңыздар. Игры, білмеймін, бесплатное приложение қай жерге өте аласыз, соны өтеріңіздер. Істей бересіз. Память жоқ. Не знаю, я те приложения, которые возможно удалить, я уже удалила. Так, любой нәрсені инемен тесе берсеңіздер, түптің түбіне уже тесесіздер. Дисциплина, жасай беріңіздер, не знаю, күніне 2-3 сөз жасай аласыз ба, 2-3 сөз жатаңыз. Ертесіне 50 сөз жатасыз ба, 50 сөз. Қолдану главный маңызды, я. Келесі менің түсінгенім, ағылшын тілін Оксфордтың кітабымен бастаған дұрыс, әрине, өте дұрыс. Но это очень долгий процесс. И мұғалімдер көбіне прям до конца оқытпайды. Мен лично өзім қанша курстарға барсам да, бірнеше нелерге, центрларға бардым. Мысалы, бүгін мына тақырыпты өтемін, мына жерден тоқтап қалды ма, болды, анау workbook'тан задание береді, и келесі күні басқа тақырыпта жүреді. Вот. Сондай нәрселер бар. Но опять же таки оған ешқам кінәлі емес. Қазір ютубта есть бесплатное видео, которое прям бүкіл нәрсені оқытып,
ответтерін сол кезде беріп 5 секундтан кейін просто сіз ешқайда шықпай осы кітапты өздеріңіз сатып алып Каспидан, не знаю, білмеймін, ютубтан отырып оқуыңызға болады. Инстаграм, тикток алгоритмін ағылшыншаға ауыстыруға старайтесь, көруге старайтесь. Ағылшын тілін оқу қиын емес, оңай. Прям өзіңізге жеңіл қылып алыңыздар. Ағылшын тілінің самый вот несі қаңқасы это правила present, past, perfect tense, future. Соны оқысаңыз дальше оңай. Ана to be, maybe дегендері уже вторая ступенька, ол вообще оңай. Первый рай өте оңай. И знаете, ағылшын тілінде орыс тілінің сөздері өте көп. Екі түбір сөзден қосылған сөздер өте көп. Ол өте үлкен плюс. Неге? Өйткені сіздер ағылшын тілін жеңіл үйренесіздер. Ана білген кезде мне намного стало легче. Ассоциациямен жаттаңыздар. For example, мысалы қараңыздар. Кап сіздерде кружка. Капля, кап в кружке деп жатайсыздар. Кап это кружка. Линк, линк сіздерде связь. Президент Линкольн связывает страны. Связь, линк. Солай ассоциация жасаңыздар. Бір сайт бар, ассоциация жасайтын. Сөз ағылшынша жазасыз, осылай примерлер келтіріп береді. Вот сондай нәрселер бар. Мен часто айтатын нәрсе, мен оны не перестаю айта беруге. Мысалы, ЦИА-ға аяқталатын сөздер. Нация, nation, инновация, innovation, revolution, revolution, depression, depression. Но имейте в виду, акция, action, ол уже әрекет болады, акция, акциялы болады ағылшын тілі. Сондай исключениялар бар, но в основном ағылшын тілі өте оңай. Гиға айналатын сөздер, энергия, energy. Тағы не бар? Стратегия, strategy, проблема, problem, нейға аяқталатын сөздер, бір қысқартасыздар, глобальный, global, массивный, массив. И солай кете береді. Түбір сөздер, өте оңай. Seafood, sea, озеро, food, еда, seafood, море, продукты. Қиын нәрсе жоқ. Өте оңай. Айтайын, мына жерде правилалар бар. Кішкентай кітап қой, осы кітапты біліңіздер, все. Ағылшын тілінде сіздер қолданып сөйлей аласыздар. На сегодня осы. Я думаю, менің бірінші мотивационный осы видеом сіздерге жетті деп ойлаймын, саналарыңызға. То, что ағылшын тілі жеңіл тіл екені жетті деп ойлаймын. На самом деле ағылшын уже везде. Сосын андай адамдар бар, я встречала. Переводчик бар, ағылшын тілі оқымаса да болады, анау-мынау деп. Ну, знаете, болса да, болмаса да, я не знаю, это не болатын. Даже ақыр заман болса да, соңғы күнде тал керек дейді ғой. То, что ағылшын тілін оқысы келетін адамға бүкіл возможностьтар бар. А вот жоққа уже дәрісіңіздер жата бересіздер. И өздеріңізді кінәламаңыздар, те, которые колледж, универ бірдеңе аяқтап, таки ағылшын тілінде сөйлемейтіндерға. Ағылшын тілінің философиясын түсінсеңіздер өте жеңіл. Курстарды алып өкіндім деп ойламаңыздар. Курстардан да бір пайда аласыздар бәрібір. Любой курс болмасын, но старайтесь те, которые бір жылға емес реально сатып аласыз, на всю жизнь доступ открыть. Вот сондайларға старайтесь нетуге. Но прежде всего есте қалады, егер үйретсеңіздер, біреуге үйретсеңіздер, өте тиімді. Даже сіздер кішкене білесіздер, и со бала жалдасаңыздар болады. Қымбат емес, определенно сағатына просто 200 теңге, 500 теңге. Бересіз дейсіз, сол 500-300 теңге оқытасыздар. Жақсы емес па, өзіңіз де үйренесіз. Или можете бесплатно оқытуға, я не знаю, 5000 теңге айына оқытасыз, 3 рет оқытамын, өйтіп. Ну, любой жерден выход табуға болады. Достар. Сіздерге осы менің тегін плейлистімді сәттілік тілеймін. Барлық эмоциямды енді айттым шынелерінде. То, что ағылшынның қиын емес екеніне. Ұзын сөздің қысқасы, сіздерге сәттілік ағылшын тілін үйренуге менің тегін плейлист сабағыма қош келдіңіздер. Сіздерге осы менің тегін беріп жатқан білімдерім қайырлы болсын. Біз ойындармен бастаймыз, бірақ егер де сіздер индивидуально менен жеке үй тапсырмасын сұрап, жетіп байланыста болып, онлайн бетпе-бет сұрақтармен оқыламыз келсе, онда мені жекеме жасаңыздар болады. Мен әрқашан ашықпын. Сәттілік, қайырлы білім болсын.